Құрметті жоғары сот судьялары, әріптестер, күн тәртібіндегі бірінші мәселені қарауға кірісейік. Әкімшілік қадағалау жөніндегі заңнаманы қолданудың сот практикасы туралы. Мен жаңа айттым, біздің жалпы отырысымыз тікелей эфирде. Сондықтан мынау ең алдымен заңгер емес тыңдаушыларға, көрермендерге түсінікті болу үшін мен кішігірім анықтама берейін. Жалпы әкімшілік қадағалау дегеніміз не? Әкімшілік қадағалау дегеніміз, мысалы, біреу өзін қылмыстық жазасын толығымен өтеп шығады бостандыққа. Түрмеден, колониядан шыққаннан кейін, ол қарапайым адам сияқты Қазақстанның бүкіл құқықтарына ие болып, ол кәдімгі азамат сияқты өмір сүре бастайды. Бірақ мұндай бостандық барлығына, түрмеден, колониядан шығатындарға барлығына бірдей беріле бермейді. Мысалы, кейбіреулері ауыр және аса ауыр қылмыс жасап, және колонияларда өзінің жүріс-тұрысы, мінез-құлқына қарасақ, оның бір түзелгенін, оны түзелмегенін, оның бір қоғамға әлде де болса қауіптілігін, ол тіпті керек болса жаңа қылмысқа баруын көрсетуі мүмкін. Сондай жағдайда, мысалы, ішкі істер органдары, оларда сенімсіздік бар сондай адамды. Тағыдай деп отырмын, оның уақыты, мерзімі өтіп, ол жазасын, қылмыстық жазасын толығымен өтеп шықты. Бірақ оның жүріс-тұрысына, оның жалпы түзелгеніне үлкен күмән бар. Сондай жағдайда ішкі істер органдары сотқа ұсыныс беріп, оның кейбір құқықтарын шектеуді сұрайды. Қандай құқықтарын? Мысалы, тұратын жерінен алыстап кетпеуін, немесе қоғамдық орындарға бармауын, сондай шектеулерді, сондай міндеттерді тағайындауды сұрайды. Ал жалпы жылына осындай 1000 істер қаралады. Ал енді практика деген әртүрлі. Әрине, кемшіліктер де бар. Сол кемшіліктерді болдырмау үшін, жалпы барлық судьяларға бір бағыт беру үшін, мынау практиканы бір негізді және бірыңғай қалыптастыру үшін жоғары соттың судьялары басқа мүдделі мемлекеттік органдардың мамандарының қатысуымен тиісті нормативтік қаулының жобасын әзірледі.